Баяғы бір заманда Мақтағыз бен Мысық дос болыпты. Екеуінің достығы өте керемет екен. Бір күні Мақтағыз үй тазалап жүріп мейіз тауып алады. Мейізін мысығына бергісі келіп, мысығын шақырады. Мысығым, мысығым, келші дейді. Мысық келмейді. Мысығым, мысығым, бергелші дейді. Мысығы келмейді. Сосын Мақтағыз мейізді өзі жеп алады. Мысығы біраз уақыттан кейін келеді. Мақтағыз, менді несін шақырдың? мен жаңа үй тазалап жүріп мейіз тауып алған едім. Соны сенімен бөлісіп жеймін деген едім. Сен келмеген соң өзім жеп алдым. Олай болса мен сенің сүтіңді төгемін. Сөйтті де мысық сүтті төгіп тастады. Ал Мақтағыз қатты ашуланғаны соншалық барады да мысықтың құйрығын кесіп алады. Мақтағыз, менің құйрығымды берші. Олай болса сен маған сүтімді әкеп бер, дейді. Сиыр, маған сүт берші. Олай болса сен маған жапырақ әкеп бер. Ағас, маған жапырақ берші, өтінем. Олай болса сен маған су әкеп бер. Қыздар, маған су беріңдерші. Олай болса сен бізге сағыз әкеп бер, біз сонда саған су береміз. Дүкенші маған сағыз берші. Олай болса сен маған жұмыртқа әкел. Тауық, маған жұмыртқа берші. Қот. Олай болса сен маған дән әкеп бер. Қысқан маған дән берші. Менде дән жоқ. Олай болса мен сені жеймін. Алты мен жемесі, балықтарыңызды сізге берем. Қорыққан тышқан байқұс барлық дәндерін мысыққа береді. Мысық алады да оны тауыққа береді. Ал тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алады да дүкеншіге барады. Дүкенші оған сағыз береді. Сағызды алып қыздарға береді. Қыздар оған су береді. Суды алып ағашқа береді. Ағаш оған жапырағын береді. Сонымен жапырақты алып сиырға береді. Сиыр оған сүт береді. Сүтті алып Мақтағызға береді. Мақтағызға келгенде Мақтағыз: жарайды, онда мен сенің құйрығыңды өзіңе қайтарып беремін. Келесі жылы бұлай қайталанбасын, дейді.